Жабайы Арман лақабатымен танымал Арман Жұмағалдиевті қамауда ұстау мерзімі тағы 1 айға ұзартылды. Оған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастыруға қатысы бар және заңсыз қару-жарақ сақтаған деген айыптар тағылған. Қылмыс әлемінің серкесі қазір ұлттық қауіпсіздік департаментінің тергеу абақтысында отыр. Еске салса, қаңтар оқиғасында Жұмағалдиев пен қылмыстық топтың 6 мүшесі арнайы операция барысында Алматыда қонақ үйде ұсталған болатын. Тінту кезінде олардан түрлі маркадағы атыс қаруы, жарылғыш заттар, оқ-дәрі мен брондалған көлік тәркіленген. Бас прокуратураның мәліметінше, Жабайы Арманның жақтастары дүрбелең кезінде көшеде кетіп бара жатқан 24 адамды ұрлап күштеп ұстаған. Тіпті оларды ұрып соққан. Құзырлы орган ауыр соққыдан 1 адамның қаза тапқанын да мәлімдеген еді. Арман Жұмағалдиев бұрындары бұзақылық, қару-жарақты заңсыз сақтау, денсаулыққа қасақана зиян келтіру баптары бойынша істі болған. Сондай-ақ аса ірі мөлшерде есірткі немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау, сақтау және тасымалдау бабымен 3 жыл бас бостандығынан да айырылған. Темірторда ол мекеме әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбай, жазасына тағы 5 жыл қосылған еді.